Хабарымызды жалғастырамыз. Отандық кәсіпкерлікке қолдау көрсету мақсатында мемлекеттік тапсырысты орындаудың электрондық жүйесі енгізілді. Жобаны әзірлеуші қаржы министрлігі өкілдерінің айтуынша интернет арқылы жүзеге асырылатын бұл әдіс мемлекеттік сатып алу үдерісін мейлінше ашық етіп, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға мүмкіндік береді. Бүгін Алматыда осы айтылған жаңа жүйенің тұсауы кесілді. Мемлекет басшысының отандық тауар өндірушілерге жан-жақты қолдау көрсету жөніндегі тапсырмасын орындау аясында үкімет еліміздің бюджет туралы кодексіне бірқатар өзгертулер енгізген болатын. Солардың бірі мемлекеттік тапсырысты орындауға қатысты болып отыр. Бұл жүйеде отандық тауар өндірушілердің қатысуын кеңейту міндеті тұрғандықтан, қаржы министрлігі мүлдем жаңа электрондық әдісті енгізуді ұсынды. Жобаны әзірлеушілердің пікірінше, бұл әдіс бір жағынан мемлекеттік сатып алу үдерісін ашық етсе, екінші жағынан жүйенің өзін сыбайлас жемқорлықтан құтқарар еді. Бастаманың бұдан да басқа тиімді тұстары көп дейді мамандар. Основные преимущества мы с вами понимаем, это среда интернет. Электрондық әдістің басты ерекшелігі мемлекеттік тапсырыс бойынша сатып алу интернет арқылы жүзеге асады. Демек, бұл мейлінше ашық әрі транспарентті үдеріс болмақ. Оның үстіне бәсекелестік аясы кеңейеді. Себебі интернет арқылы электрондық жүйеге кез келген тапсырыс беруші немесе тауар ұсынушы кіріп, еркін саудаға қатыса алады. Ешқандай таныстықтың керегі жоқ. Баға көңілден шықса болғаны. Тараптар келісім шартқа отырады. Компьютердің тілін білетін адамдар үшін мемлекеттік тапсырыс бойынша сатып алу додасына қатысу ешқандай қиындық туғызбайды. Бар болғаны порталға кіресіз де өз ұсынысыңызды енгізесіз. Шамалы уақыттан кейін сіздің жазғаныңыз басылып шығады да оның мазмұнымен сайтқа кірген кез келген пайдаланушы таныса алады. Ұсыныс қызықтырған жағдайда тараптар 5 күннің ішінде кездесіп, келісім шарт жасасады. Осылайша электрондық әдіс адам факторын, яғни тараптардың алдын ала кездесуін қажет етпей, мәселе тек ұсыныс пен сұраныс деңгейінде шешіле береді. Мы проводим такие семинары по всей республике. Ендігі мақсат еліміздің барлық аймақтарын аралап семинарлар өткізу. Бюджет саласының мамандарына, оның ішінде бағдарламаның әкімшілік жағына жауап беретін қызметкерлерге дәріс беріп, электрондық жүйені жаппай меңгеру ісін қамтамасыз ету қажет. Бұл өз кезегінде жоғарыда айтылған ұтымды тұстарымен қатар бюджеттік қаражаттың жөнімен жұмсалып, толық игерілуіне мүмкіндік береді. Электрондық жүйенің тұсаукесеріне жиналған азаматтарды негізінен тауардың елімізде шығарылған растайтын сертификаттың құны, әкімшілік бұғаулармен күрес, халыққа қызмет көрсету орталықтарында мемлекет тапсырысы бойынша додаға қатысу үшін қажетті рұқсатты алу тәртібі және басқа да көптеген сұрақтардың толғандыратыны байқалды. Бұнымен қатар түрлі сала мамандарынан жаңа жүйені жетілдіру жайында көптеген ұсыныстар түсті. Апта сайын премьер-министріміздің атына, түрлі министрлеріміздің атына, керек болса парламенттік топтарына, нақты депутаттарымызға өзіміздің ұсыныстарымызды, үндеулерімізді біз жолдап отырмыз. Ол бір. Екіншіден, осы жиналысты ұйымдастырған қаржы министрлігі де өз тарапынан үкіметке шейін осы айтылған пікірлерді жеткізу керек. Біз де оларға бұл жағынан көмектесеміз. Ол бір. Екіншіден, олардан біз қайта сұраймыз. Осы айтылған ұсыныстардан не болды, ұсыныстардан осы қайсы шешілді, қайсы дейін шешілген жоқ. Электрондық жүйе әлі толықтыруларды қажет еткенімен, оның қазіргі нұсқасы бойынша тек Алматының өзінде 3 сауда-саттық акциясы жүзеге асырылды. Олардың қорытындысы бойынша мемлекеттік тапсырыспен сатып алушылар бұрынғы әдіспен салыстырғанда 21% қаражатын үнемдей алған. Асқар Серғалиев, Николай Кишенин, Хабар агенттігі, Алматыдан.